Достар, міне шоғайна дегеніміз. Мынау жайықтың жағасында өсіп жатыр. Судың жағаларында өседі, жана қой қораларының айналасында өседі. Қай жерде бір дымқыл болады сол жерде. Мына бір жақтарда ошаған дейді, бізде шоғайна дейді оны. Енді мынандай несі болу керек. Мынандай, мына тікендер жаңа өсіп жатыр, мынандай ала болу керек. Сонда ол шоғайна болады осы. Орысша бір аттары дуричник дей ма, білмеймін, орысша да аттар бар. Но орысша қандай екенін білмеймін точно атын. Осы мына сахарный диабетке тамыры. Осындай бір шоғайнаның тамыры жетеді. 1 литр суға қайнату керек, осындай бір шоғайнаның тамыры. И 2-3-інде бірге қайнатуға кішкентай болса сабақтар. Жуандарынікі біреуі жарайды. Жіңішкелерінікі 2-3-үнікі жарайды. 1 литр суға қайнатасыз, жарты литрдан күніге ішу керек. Бір 2 рет ішкенде уже жаңағы сахарның несі көлемі түсіп бастайды. Былтыр мен айтып, біраз адамдар емделіп, рахметтерін айтып, алғыстарын жаудырды. Осылай емделем десеңіздер, дәрі-дәрмек ішпей, осы шоғайнаның тамырымен сахарный диабеттен емделуге болады. Мына поджелудкасы ауыратындарға да бұл жақсы ем. Соны қолдансаңыздар болады енді, осындай тауып алып. Күзге дейін қар түсіп кеткенге шейін қазып алсаңыз да болады. Жарай береді. Қазірден бастап күзге дейін жарай береді, қысқа дейін.